Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, первый В класс. Бүгін сәуірдің 20-сы. 20 20-шы сәуір. Аптаның бірінші күні. Дүйсенбі, понедельник. Сабағымыздың тақырыбы «Сен не жейсің?» Пишем дату и тему. Дәптерге жазамыз. Сабағымыздың мақсаты Х әрпімен танысамыз және де жеміс атауларын айтамыз. Енді балалар, сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық. Повторяем за мной. Менен кейін қайталаймыз. Жеймін. Жеймін. Жемеймін. Жемеймін. Алмұрт. Алмұрт. Шие. Шие. Алма. Алма. Жүзім. Анар. Өрік. Өрік. Ендеше балалар, осы сөздерді дәптерге жазамыз. Пишем эти слова. Жеймін, ем, кушаю. Жемеймін, не ем, не кушаю. Алмұрт, груша. Шие, вишня. Алма, яблоко. Жүзім, виноград. Өрік, абрикос. Повторяем за мной еще раз. Тағда менімен бірге қайталаймыз. Алма. Алма. Алмұрт. Алмұрт. Өрік. Өрік. Жүзім. Жүзім. Шие. Шие. Жеймін. Жеймін. Жемеймін. Жемеймін. Өте жақсы балалар. Тамаша айтып бердіңдер. Енді балалар, тыңдаймыз, қайталаймыз. Слушаем и повторяем. Мен алмұрт жеймін. Мен алма жеймін. Жарайсыңдар, балалар. Есте сақтаңдар. Запомните, ребята. Мен алма жеймін. Жеймін, ем, кушаю. Жеймін. Галочка. Мен алма жемеймін. Не ем, не кушаю. Жемеймін. Крестик. Например, мен өрік жеймін. Мен алма жемеймін. Мен шие жеймін. Мен жүзім жемеймін. Түсіндік пе, балалар? Вам понятно, ребята? Молодцы. Бүгін балалар Х әрпімен танысамыз. Сегодня проходим букву Х. Х. Согласный, дауыссыз дыбыс. Х. Буква Х не пишется в начале слов. Оно пишется только в середине слов. Сөздің ортасында ғана жазылады. Только в середине. Например, жиһаз. Жиһаз. Мебель. Гаухар. Гаухар. Бриллиант. Айдахар. Айдахар. Дракон.
Сенің атың кім? Менің атым Гаухар. Ее зовут Гаухар. Повторяем еще раз эти слова, которые встречаются в буквах Х. Айдахар, Жихаз, Гаухар, Гаухар. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді балалар 23-ші бетті ашамыз. 23, 23. 23-ші бетті ашамыз. Бірінші тапсырма. Первое задание. Х әріпін жазамыз, пишем. Екінші тапсырма. Толықтырып жаз. Мен не жеймін. Что вы будете кушать, пишите. Мен не жемеймін. Вы что не будете кушать, не кушаете вообще. Что это? Пишем. Үшінші тапсырма. Третье задание. Сұраққа жауап бер. Отвечай на вопрос. Сен не жейсің? Сен не жейсің? Отвечаем. Төртінші тапсырма. Тыңдап, белгіле. Ставите либо галочку, либо крестик. Галочку, когда жеймін, а крестик, когда жемеймін. Слушаем вместе. Сен шие жейсің бе? Иә, жеймін. Иә, мен шие жеймін. Сен алмұрт жейсің бе? Жоқ, жемеймін. Жоқ, мен алмұрт жемеймін. Сен жүзім жейсің бе? Жоқ, жемеймін. Жоқ, мен жүзім жемеймін. Сен алма жейсің бе? Иә, мен алма жеймін. Мен алма жеймін. Белгіледік пе балалар? Жазып болдық па? Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Ендігі тапсырма. Видеороликтегі тапсырмалардың барлығын орындап, маған WhatsApp-тан жібер. Выполните все задания и отправьте мне на WhatsApp. Я буду ждать. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар балалар.